Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен слезы ангела деп аталатын ерекше пирогтың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға ұнымызды саламыз. Үстіне бөлме температурасындағы жылы сары майымызды қосып, қолымызбен ұнтақтаймыз. Ұнтақтап болған соң, үстіне бір шымшым тұзымызды қосамыз. Қопсытқышымызды және қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді бір жұмыртқамызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Енді сүзбемізге қант, манка жармасын және қаймағымызды, жұмыртқаның сары уызын қосып, осындай құрылғының көмегімен біркелкі массаға айналдырамыз. Егер блендер болса, блендерді қолдансаңыздар болады. Сүзбелі массамыз дайын. Пергамент қағаз төселген формамызға, форманың диаметрі менде 21 см. Қамырымызды астына тегістеп, видеодағыдай жайып шығамыз. Шанышқының көмегімен видеодағыдай тесіп шығамыз. Үстіне сүзбелі массамызды құямыз. Үстін біркелкі қылып тегістеп шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 45-50 минутта пісіріп аламыз. Таза ыдысымызға сары уызымыздан қалған ақ уызымызды құйып, үстіне қантымызды салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап, видеодағыдай әппақ болып, өз-өзін ұстағанға шейін араластырамыз. Міне осылай ағуыз өз формасын ұстап тұруы қажет. Енді пирогымызды духовкадан шығарып, бетіне жаңағы ағуызымызды тегістеп жайып салып шығамыз. Енді беті сарғайғанша пешке 10 минутқа салып аламыз. Пирогымыз дайын болды. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше.